Май айында қар жауған 1 метрге шейін. Сол қыз түйемен кетіп бара жатқанда боран болып, түйе қызды бауырына алып аман алып қалған. Содан атасы бата беріп бәріне қада, ой бүгін мынау мейрам болды ғой қаңтар айының мейрам деп. Сонда бір салып тұрып айтыпты, қой қарағым қаңтар айының бір несі жадында беріп тұрмын, 1 қаңтар айғы мейрам қыламыз деген. 1 январь. Сол қылған екен де сол кісілер. Мен енді жаңа үлкен кісіден естігенім. Ойынан шығарып айтып отырған. Содан қалған өзіміздің қазақтың мейрамы екен бұл. Наурыз, осы жаңа жыл 1 январьымыз. Ол орыс дейді, бытылдаған сөз оның бәрі. Қазақтың өзінің жаңа жылы 1 қаңтар десеңізші қысқасын айтқанда. Бәсе, жақсы болған екен. Мен оны біреудің жаңа жылын тойламай, өзіміздің Құдайға шүкір наурызымыз бар. Енді мынау жаңа қалай аталады сонда? Саратан Қамза. Сардам Қамза деп аталады, өзіміздің қазақтың ұлттық несі. Саратан түйе Қамза қыздың аты. Саратан Қамза деген. Саратан Қамза. Түйенің аты? Саратан. Саратан, қыздың аты Қамза ма? Түсінікті. Енді ана жаңағы нені айтсаңыз, сонда енді сонда ана Корея сөнген айтқан ғой, жалпы біздің жаңағы бұл мамыр айында бұл қар жауған бұл мейрам емес, 1 қаңтар мейрам болу тиіс деген ғой. Сонда ол баяғыдан келе жатқан нәрсе ғой бұл жаңағындай. Оны анау жастар ретінде білмегеннен кейін оны ана Корея түзеткен ғой. Мейрам болды жаңа мамырда емес, мына қар жауған кез қазіргі уақыт емес, қаңтардағы бірінде деп. Мамыр айында. Бұл жыл сайын емес, өзінің бір уағы болады екен, сол кезде. Күн түтіледі ғой. Бір заманнан келіп. Айналып келіп тұрады. 8 жасында күн түтілген, соны білемін. Қап-қараңғы ештеңе көрмей қалған, 3 сағат па, 4 сағат. Одан кейін барып қайтадан еді. Сосықынды болып отыр ғой бұлар. Түсінікті. Тек айырған бұлай. Түсінікті. Енді, оны жаңағына академик деген қай кісі сонда сізге айтқан? Сұлтанбек деген, Әлиев Сұлтанбек деген кісі. Неде? Қырғызстанда университет медицинаның бітірген. Қанша 10 жыл, 15 жылда адамды олар высший кандидатын алып доктор қорғаған. Қысқасын айтқанда... Мен жылын білем, 1932 жылы мен әкеммен жасты. Бірақ енді ол кісі қазір жоқ қойын былай айтқанда. Қайтып. Енді жалпы сонда бұл әңгіме жай ғана бір ауызекі әңгіме ғана емес, бұл қазақтың ұлттық салт дәстүрінің бірі десе де болады ғой былайша айтқанда. Біз оны мына кейіннен мына орыс келіп жаңағындай мына жаңа жылды енгізгеннен кейін жаңа жыл деп солай атап кеткен ғой, мынау Григориан несі бойынша, күнтізбес бойынша. Ал жалпы мына қазақтың өзінің жаңа жылын осы 1 қаңтарды қазақтың жаңа жыл деп те атасақ болады дейсіз ғой, ұлттық жаңағындай мейрам ретінде. Бәрекелді. Бұл негізсіз емес, бұл астарлы нәрсе. Астарлы болғанда негізі бар нәрсе. Өте қуаныштымын. Онда болса мақұл, жақсы. Бұны өстіп бір белгілеп қою керек, видеоға түсіріп қою керек екен. Мақұл, көп рахмет сізге.